Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Мына бүгінгі видеомызда біз осындай ерлерге арналған костюмның жеңін қысқартуды үйрететін боламын. Бірінші, мына жеңді ішкі астарлығынан жеңнің мына түймесінен ажыратып, ішкі астарлығынан сөгіп аламыз. Арнайы сөгкіштің көмегімен ақырын сөгіп алыңыз. Мына түймелер кедергі жасамау үшін алып тастаймыз. Енді осы жеңнің кішкене бұрышында жан тігістері бар. Осы мына сол екі тігісті сөгіп алыңыз. Мына ішінде дублерин жабыстырылған. Біз осыны қазір үтіктеп, мына тігістерді жатқызып аламыз. Ол үшін бірінші қызып тұрған үтікке міне бұрынғы тігісті ажыратып, үстіне бастырып бір-бір үтіктеп аламыз. Өйткені біз қысқартқан кезде бұл қысқартқан кезде ешқандай кедергі жасамау үшін. Екеуін үтіктеп болды. Енді өзіміздің өлшеміміз бойынша қысқартуды бастаймыз. Бізде 3 сантиметр қысқарту керек болатын. Сол үшін мен 3 сантиметрді өлшеп сызып алып, сол бойынша қысқартамын. Сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңіз бойынша, мысалы, киіп көрген кезде қалай өлшенді, сол артықтықты ғана қырқып алып тастаған дұрыс. Міне алып қырқып алып тастадым бірінші жеңді. Екіншісін дәл солай 3 сантиметрді өлшеп сызып алып, солымен сол бойынша қырқып тастаймыз. Міндетті түрде өлшеңіз, өйткені екі жеңнің екі түрлі өлшемі болып қалуы мүмкін. Міне жан тігістерін, бұрыштарын келтіріп, осы тігістерді бірінші тігетін боламыз. Ол үшін қазір мен метка жасап жатырмын. Бірінші дублерин материалын қойып, осыған үтіктеп аламыз. Міне мен дублерин материалын қойып бастырып жатырмын үтіктеп. Дублерин материалының сапасы өте жақсы болған дұрыс. Сол кезде ол әдемі болып жабысатын болады. Міне енді метка жасаймыз. Үтіктеп бір бастырып метка жасап алыңыз. Міне бұрышынан бір қайшымен қырқып метка жасап алдым. Осы бойынша қазір бұрышын тігетін боламыз. Сол кезде ол өзінің бұрынғы тігісіндей бұрыш болып шығатын болады. Енді астарлығы арқылы кіреміз. Міне мен жеңді теріс қаратып, соның астарлығын сөктім. Сол арқылы қазір тігіс жүргізіп шығатын боламын. Сіздерді дәл солай қайталаңыздар. Бірінші жан тігістерін тігіп, астарлығынан бұрыштарын тігіп алдық. Астарлығын тігіп шықтым. Енді үтікке барып, жаңағы тіккен тігісіміздің бәрін үтіктеп жатқызып аламыз.
Міне мен қазір түймелерін қадап шықтым. Міне бұрыштары ішінде астарлығы осындай болып тұрады. Сіздерге ұнаса деп ойлаймын. Сіздермен болған Меруерт.